Мәдениет қоғам мен адам арасындағы рухани байлықтың қазығы. Күн сайын біз сіздерге осы саладағы ең маңызды жаңалықтарды баяндайтын боламыз. Сіздермен бірге мен, Әйгерім Қали, бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Нью-Йорк жүрегіндегі ұлы дала құдіреті. Астана балеттің алдағы жылға жоспары қандай? Расим Микаэлидің вернисажы кәсіпқой шебер мен талғампаз көрермен кездесетін орын. Көпшілікке танымал Астана балет енді мұхиттың арғы жағындағы жұртты таңдандыруда. Нью-Йорк қаласында өткен гала концертке тек жергілікті тұрғындар ғана емес, Америкадағы өз ағайындарымыз да көп жиналды. Қазақстандық театр ұжымы олардың алдында Жусан мен әлем балеттерінен үзінді орындап ұмытылмас әсер қалдырды. Олардың әлем және Жусан қойылымдары тек отандық балет сүйер қауымның ғана емес, шетелдік көрермендердің де жүректеріне жол тапты. Олардың әрқимылы грация мен әсемділікке толы. Астана балет ұжымының әртістері америкалық қауымды өз өнерлерімен таңдай қақтырды десек артық айтқандық емес. Жыл соңында Нью-Йорк тұрғындары шығармашылық топтың көркем туындысының куәсі атанды. Жалпы 2015 жыл қазақстандық өнер ұжымына жарқын да елеулі күндерге толы болды. Ол өз еліміздегі қалалар бойынша Шымкент, Тараз, Семей қалаларында өз өнеріміз көрсетсек, сонымен қатар шетелдерді қамтыдық. Мысалы, біз Баку қаласына, Азербайжан елінің Баку қаласына, Венгрияның Будапешт қаласына бардық. Сонымен қатар Американың Нью-Йорк қаласына барып, Астана балет ұжымы өзінің өнерін көрсетті. Қазақстандық балет труппасы жеткен жетістіктермен тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта бұдан да биік шыңдарды бағындырмақ. Осы мақсатта ұжым әлемнің ең үздік деген хореографтармен бірге жұмыс істеуді көздеп отыр. Қазірдің өзінде бізде кәрі құрлықтың ең үздік деген балетмейстері жұмыс істейді. Нақтырақ айтсам, бельгиялық биші. Ол 20 минуттық спектакльге дайындық үстінде. Әзірге атауын қоймадық, бірақ бір анығы заманауи музыка мен заманауи хореография бағытында болады. Басқаша айтқанда неоклассика. Бұдан бөлек 2016 жылы театр ұжымы ресейлік Никита Дмитриевскиймен бірге отырып, қызықты да күрделі қойылым дайындамақ. Астана балет директорымен сұхбат барысында тағы бір жоспардың құпиясы ашылды. Маэстро Борис Эйфман астаналық ұжымға арнап спектакль дайындамақ. Расим Микаэлидің шығармашылығымен жақын танысу үшін Испанияға барудың қажеті жоқ. Атақты суретшінің туындылары Астанаға әкелінді. Автордың жұмыстарымен Хассанат өнер галереясында танысуға болады. Біздің тілшіміз алғашқылардың бірі болып, осы мүмкіндікті пайдаланып қайтқан болатын. Сюжетіне назар салайық. Расим Микаэлидің туындылары Астанаға алғаш рет қойылып жатқан жоқ. Бұл шараны кезекті немесе дәстүрлі көрмедеуге болады. Бұл жолы автордың көркем туындылары Хассанат галереясының ажарын ашты. Конечно, для меня... Расим Микаэлиді бұрыннан бері жақсы танимын. Сондықтан бүгінгі көрменің мен үшін мәні мен маңызы ерекше. Атақты суретшінің туындылары Астанаға осымен екінші рет әкелінді. Яғни осыдан тура 10 жыл бұрын оның жеке көрмесін ұйымдастырған едік. Міне осынша уақытты ортаға салып, талғампаз көрермендер сүйікті қылқалам туындыларымен қайта қауышты. Ойлар мен сезімдер дәл осындай атаумен өткен көрмеге ең үздік деген 17 туынды қойылды. Олардың басым бөлігінде әйелдердің құпия қырлары, түстердің тылсым реңдері және теңіздің жылы лебі бейнеленген. Мысли, чувства, это очень интересно. Ойлар мен сезімдер деген атаудың өзі адамның қиялын тылсым әлемге жетелеп әкетеді. Әсіресе алдымен ой, кейін оның арқасында сезім туындайды. Кей кездері керісінше. Міне, мен адамдарға осы белгілердің құдіреттілігін ұқтырғым келді. Бір-бірімен тығыз байланысын жеткізгім келді. Картину это почувствовать. Айта кетейік, Астанадағы көрме 7 қаңтарға дейін жалғасады. Мәдени өмірдің қызығын қалт жібермейтін өнер сүйер қауым назарына ертең болатын мәдени іс-шаралар туралы хабарландыруды ұсынамыз. Рождество әуендері Астана опера мемлекеттік және балет театрында дәл осындай атаумен концерт өтеді. Қарағандының Буратино қуыршақ театры Нолик и Симка в гостях у Смурфиков ертегісін тарту етеді. Қостанайдағы облыстық қуыршақтар театры болса, қысқы ертегі қойылымын ұсынады. Біз сіздерге күнделікті мәдени өмір мен өнер әлемінің тыныс тіршілігін баяндаймыз. Ендеше келесі көріскенше аман сау болыңыздар.